Құрметті оқырман, каналыма қош келдіңіздер. Алда әмеңгерлік әңгімесі, өмірден алынған шынайы оқиға. Оқырман хаты. Бірінші бөлім. Мен Шымкент қаласының ерке өскен сылқым сұлуының бірі едім. Көрікті келбет, мінсіз мүсін, қиылған қас, қолаң шаш, бір үйде 3 жылдың ортасында өскен, ақ саусақ, бойжеткен болып өсіп келе жаттым. Мектеп қабырғасында жүргенімде талай бозбаланы өзіме ғашық етіп, сұлулығыма сеніп, ешкімді менсінбей, тәкаппар өскен сұлу болатынмын. Болашақ жарыммен 10-шы сыныпта оқып жүрген кезде таныстым. Ол менен 8 жас үлкен болатын. Мен өз қатарымнан ойым озық, ерте бойжеткен секілді едім. Маған көбінесе өзімнен үлкен жігіттер ұнайтын. Жігітім банк қызметкері болатын. Бойы ұзын, ақ құба өңді. Шашын бір жағына қайырып қойып, ақ жейде, костюм сым киіп, тақадай таза жүретін. Жігітіммен құрбыларыммен киноға барғанда танысып едім. Өзімді оқушы емес, студентпін деп таныстырып, жалған айтқаныммен кейін өтірігім шығып қалды. Жалған айтқандағы ойым, мен оқушымын десем, ол жігіт мені кішкентай қыз деп менсінбей қояды ма деп ойлаған болатынмын. Бірінші ойыма келгенді ойланбастан айта салған едім. Алайда бұл өтірігім шыққаннан кейін жігіт маған ренжіген жоқ. Екеуміздің таныстығымыз жалғасын тауып, бір-бірімізді ұнатып қалдық. Мен оған қатты ғашық болдым. Оны көрмесем тұра алмайтындай дәрежеге жеттім. Хабарласпай қалса, сабақтан соң оны жұмысына іздеп барып, ол жұмыстан шыққанша сыртта тосып отыратынмын. Ол мені көріп таң қалғанымен артынша қуанып қалатын. Жігітім кейде түске дейін, кейде түстен кейін жұмыс істейтін. Графигі солай болатын. Мен түске дейін жұмыс істейтін күндері соңғы сабаққа қатыспай қашып кетіп жігітіме баратын едім. Жігітім қыпша белімнен қыса құшып, бал ернімнен сүйгеннен арыға барған емес еді. Бірақ мен өз қалауыммен оның нәпсісін қоздырып, 10-шы сыныпта аяқтайтын кезімде пәктігіммен қоштасып, ең асылымды сүйгеніме сыйладым. Сонан кейін Қайсар мен оның пәтерінде жиі кездесетін болдық. Ерлі-зайыптылар секілді жүріп тұра бастадық. Қайсар, менің сүйген жігітім, ауылда өскен жігіт болатын. Отбасында бір үйдің үлкені еді. Ата-анасы мен 2 інісі және 2 қарындасы бар екен. Өзі қаладағы жоғары оқу орнын аяқтағаннан кейін банк қызметкері болып, жұмысқа орналасып, пәтер жалдап тұрып жатқан жайы бар еді. Ата-анам менің махаббатымнан хабары болмады. Әкем Атырауда вахталық жұмыста істейтін. Жарты ай үйде болса, жарты ай түзде жүретін. Ал анам маған көп шектеу қоймайтын. Әкем жоқта құрбыларыма барамын, киноға барамын десем, жібере беретін. Осылай еркін өскеннен кейін жігітіммен де еркін кездесіп жүрдім. Қатарластарым мектепті аяқтағаннан кейін оқуға түсеміз деп жарқын болашақтарына тың жоспарлар құрып жүргенде, мен сүйгеніме тұрмысқа шығамын деп, жас келін болып, сызылып, шай құйып, түнде күйеуімнің құшағында махаббат құрып, тәтті сезімге елітіп жүрдім. Осылай жүргенімде көктем айында наурыздан кейін етеккірім келмей қалды. Асқа тәбетім тартпай, жиі жүрегім айни беретін болды. Бұл жағдайымда жігітіме айтып едім, көз алақандай болып, «Жәншік, сенің аяғың ауырлап қалған жоқ па осы? Тест алып тексеріп көрейік» деді. Жігітім ер адам болса да мұндайды біледі екен. Кешіктірмей, дәріханадан тест алып тексеріп көрсек, 2 қызыл сызықша шықты. Қайсар қуанып, мен әке болатын болдым деді де артынша, «Жәншік, сен кәмелет жасқа толмағансың, қиын болатын болды ғой, не істейміз енді» деп, лезде қуанышы су сепкендей басылды. Осы жерде мен 2 айдан кейін мектеп бітіремін ғой, алып қашасың мені, үйдегілерге өзім түсіндіремін. Сүйген жігітім тұрмысқа шығамын десем, ата-анам үндемейді, дедім. Сөйтіп, ата-анама бойымдағы өзгерістерді білдірмей, 2 айдан кейін жігітіме еріп кете бардым. Біз осылай отбасын құрдық. Қаладан ауылға келін болып шыға келдім. Ата-анам бастапқыда қызымыз жас, кеше ғана мектеп бітірді деп қарсы болып еді,
Кейін мен анамды оңаша шығарып алып, аяғымның ауыр екенін айттым. Сөйтіп едім анам: «Жаным, қызым, күйеуге шығуға неге сонша асықтың? Бар өмірің алды еді ғой. Мынадай жерде қалай тұрасың енді? Ауылда жүнжіп кетесің ғой. Эх, қызым, махаббат деп, ыстық суығың басылған соң өкініп қалма», деп үндемей мені қалдырып кетті. Мен іштей ештемеге өкінбеймін дедім. Маған сүйгенім Қайсар жанында болса болды еді. Сөйтіп, өзім армандағандай ақ жаулық тартып, сызылып шай құйып, келін атандым. Қайсар ақ көйлек кигізіп, той жасап, құда күттік. Тойға қомақты қаражат түсіп, жігітім астына жеңіл автокөлік алды. Ауылымыз Шымкентке жақын болатын. Күйеуім қаладағы пәтерін өткізіп, жұмысқа ауылдан қатынап істейтін болды. Ата-енем момын жандар еді. 2 қайынсіңлім тұрмыста. Қайсардан кейінгі қайыным мен келін болып түскенде әскерде болатын, ал кіші қайыным мектепте оқитын. Менің жеріктігім басылып, жүктілігім бір қалыпты өтіп жатты. Айы күнім жақындап, босанатын уақытым жақындап, кешке қарай белім ауырып, суым кете бастады. Енеме айтып едім: «Ойбой, сен босанғалы жатырсың ғой», деп, дереу Қайсарға хабарласып, менің толғап жатқанымды айтып еді. Қайсар: «Жұмыстан шығып жатырмын, тез келемін, ауруханаға өзім апарамын», деген соң мен ақырындап сөмкемді жинай бастадым. Бірақ Қайсарым ауылға жете алмады. Аллам оған махаббатымыздың жемісі, артындағы тұяғы, ұлын көруді маңдайына жазбапты. Қайсар ауылға асығып, қатты жылдамдықпен жүрген екен. Трассадан қарсы бағытқа шығып кетіп, жүк көлігіне соқтығысып, сол жерде тіл тартпай кетті. Қайсар кешігіп телефон тұтқасын көтермей қойған соң, менің толғағым қысып, көрші таксист аға мені ауруханаға жеткізіп салмақ болып, трассада келе жатқанымызда, қараңғыда жолда көлік апаты болған жерден күйеуімнің көлігінің жанынан өткен екенбіз. Толғағым қысып, өз-өзіммен әлек болып келе жатып, енем де, мен де, таксист аға да оған мән беріп анықтап қарамаппыз. Сөйтіп босанғаннан кейін қаралы хабарды естідік. Бұл маған өте ауыр соққы болды. Сол күні-ақ 10 жылға есейіп кеткендей едім. Жылай-жылай екі көзім бұлаудай болып, сүйгенімді жер ананың қойнына тапсырдық. Кішкентайымды емізейін десем, сүтім де шықпай, қиналып, енем екеуміз түн ұйқысын көрмей, ұлымды қырқынан шығардық. Түндерде көз ілмей, қайғы мұңнан құр сүлдем қалғандай еді. Ата-анам күйеуімнің жаназасына келіп кетті. Аяқ қолыңды бауырыңа ал, өз-өзіңе кел. Сен сәбиіңе керексің, сен енді анасың. Қамықпа, біз бармыз ғой, тіріміз, уайымдай берме, деп жұбатып кетті. Уақыт өте, жесірлігім, жалғыздық жаныма бата бастады. Қайсарды қатты сағынатынмын. Түндерде оның ыстық құшағын аңсап, иісі кетпеген жастығын құшақтап, көз жасым көл болатын. Осылай жүріп қырқымыздан шығып, жолдасымның қырқын берген кезде сырттан Қайсардың дауысы естілгендей болды. Жүрегім атша тулап сала берді. Тұра салып құлағымды тұрып қалдым. Ағамай, Қайран ағам, деп дауыс шығарып дарбазадан кіріп келе жатқан күйеуімнің әскердегі інісі Жансерік екен. Жансерік Қайсар қайтыс болған кезде келе алмаған болатын. Дауысы Қайсардың даусынан айнымайды екен. Терезеге жақындап, перденің саңылауынан ақырын қарап едім. Ұзын бойлы, шымыр денелі, жүзі күнге тотыққан әскери киім киген сыптай сымбатты жігіт ата-енеммен көрісіп жылап жатыр екен. Барлығы сыртқа шығып, жылап сықтап, үй жақ азан-қазан болып кетті. Бұған менің де көңілім босап, солқылдап жылап, өз бөлмеме кіріп кеттім. Жолдасыма Құран бағышталып қырқын өткіздік. Мен селсоқ күйде, әйтеуір кеудесінде жаны бар адамның күйін кешіп жүріп жаттым. Бар алданышым әкесінен аумай қалған ұлым еді. Ата-енемнің де жұбанышы Қайсардан қалған жалғыз тұяқ арманымыз еді. Ұлымның есімін атасы
Ұлымның көре алмай кеткен тұяғы, есімі Арман болсын деп өзі қойған болатын. Ата-анам Қайсардың 40-ына келгенде ата-енеме: "Қызымыз әлі жас, ұлдарыңыздың жүзі өткеннен кейін алып кетеміз. Қалаға барып оқуға түсіреміз. Қолына мамандық алып беріп, өз күнін өзі көре алатындай жағдай жасаймыз. Сіздер баталарыңызды беріп, аманатымызды өзімізге қайтарыңыздар. Жас жесір болып қалмасын. Бар өмірі алда ғой" деп айтып кеткелі, енем қайта-қайта көзі суланып, немересін иіскеп жылай беретін болды. Атам да көңіл күйі түсіп, Қайсардың қазасының үстіне менің жайым қосылып, немерелерін қимай, барлығының ұнжырғалары түсіп жүрді. Олардың мына күйін көріп мен де жылап алатынмын. Аз уақыт бірге тұрсақ та, бұл үйге үйреніп қалған едім. Бірақ Қайсарсыз бұл үй маған бос секілді. Уақыт өткен сайын оның жоқтығы жаныма бата бастады. Мен де іштей әке-шешемнің сөзін құп көріп, өз үйіме оралғаным дұрыс шығар деп ойладым. Екінші бөлімі бар. Авторы және дыбыстап оқыған Жазира Төлешова. Арнама тіркеліп алыңыздар.